Сәлем балалар. Ылғидағыдай немізді жалғастырамыз. Тест парақшасын, яғни тест сұрақтарын талқылауды жалғастырамыз. Бүгін бізде өткен жылғы нағыз НТ-да келген варианттардың бірі. Бізде нағыз НТ-да білетін болсындар варианттар бұлай көрсетіледі, яғни 3 сан ғана көрсетіледі. 4-ші сан сендерде 15 минут қалғанда берілетін болады. Осындай сұрақ кітапшасы біздің қолымызда бар. Сол осы химиясын қарастырайық. Темірдің қосылыстарындағы тотығу дәрежесі дейді. Яғни бұл теориялық сұрақ, оны сендерге жеке жаттау қажет болады. Ол жерде вариант 2 және 3 болады. Немесе Менделеев кестесі болса сендердің қолдарында, соның артында сендерде ерегіштік кестесі болу керек. Сол жаққа мән беретін болсаңдар, ол жақта темірдің екеуі бар. Темір 2+ және темір 3+. Сәйкесінше осы білдіреді бізде темір 2 валент және 3 валенті бар екені. Келесі, қозған күйде NS1, NP3 конфигурациясы бар атом дейді. Бұндай сұрақтарды өте оңай анықтаса болады. NP3. Ең бірінші қозған күйдегі нені білдіреді? Бір орбитадан екінші орбитаға электрондар секіріп жатыр дегенді білдіреді. Ол бәрібір электрондар қай жаққа секіріп жатса да, олардың жалпы саны өзгермейді. Яғни ол мүмкін S2P 2 болды ма, S3P 1 болды ма, мүмкін емес, но все-таки солай әртүрлі болған бәрін қарастырып отырып сендерге өте ұзақ уақыттарында алатын болады. Сол үшін жалпы электрондар саны санай салу керек, яғни біздің жағдайда ол 4-ке тең. Және бұл нені білдіреді? Егер де сыртқы қабатында 4 электрон болатын болса, онда ол топшаны білдіреді. Бізде қарап алайық, бізде қандай элементтер бар? Калий, фтор, оттек, көміртек, күкірт. Менделеев кестесінен біз қараймыз қазір сендермен 4-ші топша элементтерін. Сонда. 4-ші топша элементтерін қарайтын болсақ, көміртек, силициум, германий, қалайы және қорғасын бар. Көк линияларды атап жатқан жоқ, өйткені олар қосымша топша элементтер, олар көп заңдылықтарға бағына қоймайды. Яғни жаттап алдық қой. Мысалы жаңағы фтор, оттек, күкірт дегендер бар, мына жақта орналасқан. Сәйкесінше біз қайттан тестімізді қайтып келетін болсақ, жауап сәйкесінше ол көміртек болады. Калий ол сыртында 1 электрон, фторда 7, оттекте 6, күкіртте 6, көміртекте сыртында 4 электрон болады. Келесі гомогенді жүйе дейді. Гомогенді жүйе дегеніміз не? Бізде екі жүйенің екі түрі бар. Біреусі гомогенді, екіншісі гетерогенді. Гомо деген сөз ол бір дегенді білдіреді. Бір түрлі, бір текті деген сияқты білдіреді. Гетеро деген ол бірнеше текті, яғни айырмашылықтары бар деген сөз. Биология оқығандарың болатын болса, биология таңдайтындар бұл сөзді жақсы түсінетін шығарсыңдар. Сәйкесінше бізге бір зат жүйе араласқан кезде бізге олар өте жақсы бір-бірін араласу керек та, сыртынан байқалмау керек ештеңеде. Мысалға, бірінші жағдай көміртек және оттек. Көміртек ол қатты зат, оттек ол газ, пайда болып жатқан зат газ. Реакция жүру барысында біз анық айта аламыз, қай жақта көміртек орналасқан, оттек қай жақта орналасқан, және бөлініп жатқан цоегін тоже анықтауымызға болады, қай жақта жүріп жатқан. Келесі реакциямыз тоже соған ұқсас бірге, яғни біз цоег ол газ, ал мынауымыз қатты зат, біз оны тоже анықтай аламыз, қай жақта орналасқан. Яғни екеуінің агрегаттық күйлері бір-біріне сәйкес келмейді. Ары қарай темір оксиді және көміртек тең пайда болады. Темір и ЦО бұл жақта уже бізде гомогенді жүйеге жатқыза алмаймыз, өйткені бұл біріншіден газ бар, екіншіден олар қатты зат. Гомогенді болу үшін агрегаттық күйлері бірдей болу дегенді білдірмейді. Гомогенді, яғни екі зат бір-біріне араласқан кезде сендер анықтай алмайсыңдар, кім бастапқы зат, одан кейін түзілген зат, бастапқы реагенттерін анықтай алмай қалу, осы гомогенді болады. Ал қатты заттар, вроде темір оксиді, көмірде қатты зат болғанымен сендер білесіңдер, қай жерде темір оксид орналасқан, қай жерде көміртек орналасқан. Мысалға, қант пен қара бұрышты бір-біріне араластырып тастайтын болсақ, сендер анықтай аласыңдар, қай бөлігі қара бұрыш екен, ал қай бөлігі қант екен анықтауға болады. Қаншалықты қиын болса да. Ары қарай, кальций карбонаты қатты, кальций оксиді қатты и СО2 газ.
яғни барлығын мына жақта СО2 бұзып тұр. Ал енді қараңдар, мұнда Е вариантында СО газ, оттек газ, СО2 газ. Бұлардың ешқайсының түстері де жоқ, ешқандай нелері де жоқ, өте жақсы араласады, өте реакция жақсы жүреді. Яғни қазір бұнда алып келіп СО газын жеке алып келіп, оттек газын жеке алып келіп бір-біріне араластыратын болсақ, біз анықтай алмаймыз, реакция жүрді ма, реакция жүрмеді ма, соңына дейін барды ма, қанша кім артық қалды деген сияқты айта алмаймыз, өйткені олар өте жақсы араласады және біз оны сыртынан анықтай алмай қаламыз. Осындай затта біз гомогенді дейміз. Барлығы газ болу керек, немесе барлығы сұйықтық болу керек. Қатты зат бар ма ішінде болды, сразу уже гетерогендік жатады. Бірақ кейбір кезде екі сұйықтық болса, тоже гетерогендік жатады. Мысалға, май мен су екеуін араластырасыңдар, ол гетерогенді. Май мен спирт гомогенді болады, сол сияқты. Бұған тоже біздің жеке видеомыз бар, оған қарап түсініп алсаңдар болады. Сілтілік металға жатпайтын зат дейді. Бірінші анықтап алу керек, сілтілік металл дегеніміз не? Сілтілік металл дегеніміз Менделеев кестесіндегі бірінші негізгі топша. Негізгі топша дегеніміз ол қызылдар и сарылар. Біздің жағдайда сендер Менделеев кестесінде оның түсі басқаша болуы мүмкін. Мысалы, кітапта олар көк түспен беріледі. Немесе оны былай жаттап алсақ болады. S элементтер және P элементтер негізгі топшаға жатады. Сілті металдар бірінші негізгі топша, яғни бір и А топшасы, яғни ол литий, натрий, калий, рубидий, цезий и франций. Жаттап алдық қой, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Сұрағымызға қайтып келеміз. Литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций бар, а вот кальций жоқ. Бізде жауап сәйкесінше осы болады. Кальцийіміз бізде екінші линияда орналасқан, ол бізде жер сілті металдар деп аталынады. Так, ары қарай. Калий селитрасындағы азоттың тотығу дәрежесі дейді. Так, бізге жаңа бет қажет болады. Калий селитрасы деген не? Бірінші анықтау керек. Селитра деген атау екінші дүниежүзілік соғыста пайда болған. Интернеттен қарап алсаңыздар болады. Не үшін селитра деген атау берген? Қателеспесем, ол Чили мемлекетінде ең бірінші көп мөлшерде өндіріс болғандықтан сол жақта селитра деген атау берілген. Яғни ол бізде нитраттар деген сөз. Калий NO3. Бізде бір қызық бар. Оттек Менделеев кестесі бойынша 6-шы топшада орналасқан. Сәйкесінше оның сыртында 6 электроны бар. Бір элемент кіші периодтағы элементтердің бір ерекшелігі, олар сыртында 8 электрон ғана жинай алады. Сәйкесінше оттек өзіне қосылады тек қана 2-ақ электрон сыртынан. Сонда мына үшеуінің ішінде электр терістілігі ең жоғары ол оттек. И оттек барлық электронды өзіне жинап алады да. Ол бір оттек жинай алады тек қана 2-ақ электрон. Сәйкесінше оның заряды болады тек қана -2. Одан артық бара алмайды. Химияның заңдылығы бойынша барлық қосылыстың заряды бізде болу керек 0. Ал калий жаңа бізде сілті болды, яғни бірінші линияда орналасқан. Калийда бізде сыртында бір-ақ электроны бар. Оттек тартып алады сол электрон, ода басқа электрон жоқ. Сәйкесінше ол болады тек қана бір-ақ плюс қана, яғни бір-ақ электроннан айырылады. Енді осы арқылы азотта бізде электрондар әртүрлі болуы мүмкін, өйткені ода 5 электрон бар, өйткені ол 5-ші топшада орналасқан. Сәйкесінше оттектің күшіне байланысты ол 5-еудің ішіне 1-еуін тартып алуы мүмкін, 3-еуін тартып алуы мүмкін, немесе 5-еуін тартып алуы мүмкін деген сияқты 4-еуін тартып алуы мүмкін. Бізге соны анықтау керек. Енді қараңдар, бір оттектің заряды -2 болса, ал бізде ондайдан 3 оттек бар, сонда жалпы заряд бізде -6 заряд береді. Бір калий, бір плюс. Ал біз жаңа айттық, что барлық қосылыстың заряды 0 болу керек. Яғни қанша плюс болса, сонша минус болу керек. Біздің жағдайда қазір минустар саны 6, а плюстар саны 1 ғана. Яғни әлі бізге 5 плюс керек. Ол 5 плюстың барын бізге азот береді. Азоттың заряды +5 болады. Так, и вот жауап Б жауабы болады. Так, азот тотықтырғыш болып әрекеттесетін зат. Бұл жерде бірінші түсініп алу керек, тотықтырғыш деген терминді. Тотықтырғыш деп біз айтамыз, егер деп белгілі бір атом немесе белгілі бір қосылыс өзіне электрон тартып алатын болса. Бірінші біз мына қосылыстардың ішінен азот кіммен әрекеттесе алады, соған жауап беруге тырысайық. Азот ол бізде өте
пассивті қосылыс. Өйткені ауада бар азотты білесіңдер, сендер демалған кезде біз оны жұтамыз, қайтадан шығарамыз, оны керек емес болғандықтан айналада барлық жерде орналасқан, тамақтың айналасында орналасқан деген сияқты, бірақ ешкімге әсер етпейді. Мысалға біздің үйде су бар, бірақ та азот онымен әрекеттеспейді. Сәйкесінше бізде мынау В варианты вообще әрекеттеспейді, С вариантын тоже әрекеттеспейді, А вариантын тоже әрекеттеспейді. Бұлар химиялық пассивті қосылыстар. Азот тоже химиялық пассивті қосылыс, сәйкесінше химиялық реакция жүрмейді. Вариант бізде екеуі бар, яғни Д мен немесе Е мен. Ол үшін біз азоттың Менделеев кестесі бойынша орналасуын қарастыруымыз керекпіз. Яғни тотықтырғыш дейтін болсақ, ол электрон өзіне тартуы керек, осыны ескереміз, және оттек пен сутекті қарастырамыз. Так, азот мында орналасқан, сутек мында орналасқан, оттек мында орналасқан. Біз білеміз, фтор электр терістілігі ең жоғарғы элемент. Сәйкесінше фторға бір жақындаған сайын оның электр терістілігі арта береді. Сонда біз қарастыра аламыз. Егер де азот пен оттек кездесетін болса, оның ішінде күштірегі оттек, сәйкесінше электрондар тартып алатын ол оттек болады, азот емес. Оттекпен әрекеттескен кезде азотымыз тотықсыздандырғыштың рөлін ойнайды, яғни электрон беретін реагенттің рөлін ойнайды. Ал енді азотымыз сутекпен әрекеттесетін болса, онда бұл жағдайда уже фторға азот жақындырақ, яғни азот пен сутекті салыстыратын болсақ, ол жерде азоттың электр терістілігі жоғарырақ, сәйкесінше электрондарды өзіне тартып алатын ол азот. Ал электрон кім тартып алды? Ол бізде тотықтырғыш болып саналады. Сәйкесінше бізде бұл сұрағымызға жауап ол Е варианты, яғни H2 болады. Келесі, мына қосылыстың атауы дейді. Бұл қосылыстың атауы беру үшін біз түсінуіміз керек. Біз не бар екен бізде? Ең бірінші сәт бұған анықтаған кезде теориялық сұрақ қарап, бұл яғни сендер сразу түсінулерің керек. Бұл бізде күрделі эфир. Күрделі эфирдің формуласы бізде бұлай RCOO. Яғни COO және екі шетінен радикалдар көретін болсаңдар, ол бізде күрделі эфир деп түсінсе болады. Ары қарай, енді бізге бұған атау беру керек. Күрделі эфирлар бізде ол қышқыл қалдығы болғандықтан, атауда бізде қышқыл немесе қышқылдардың ЮПАК бойынша атауы, яғни формиат, ацетат деген сияқты сөздер болу керек. Яғни бізде бұл вариант бойынша ол пропан қышқылы и мына жақта бутан қышқылы деген атаулар. А вот А мен Е варианттар бізге сәйкес келмейді. Метил-этил эфирі, этил-пропил эфирі, олар бізде жай эфирдің атаулары, яғни ROR деген формула бойынша. Яғни А және Е вариантын вообще сызсақ болады. Келесі қалады бізде қараңдар. Мына жақта бір радикалымыз ол метил, CH3. Ал екінші радикалымыз бізде CH3, CH2 беріп тұр. CH3 болғандықтан бізде бұл бір бастапқысына RCOO деген ол бір қышқылдың қалдығы. Ана R бізде бір радикалдың атауы. Сәйкесінше радикал бізде метилда, біз мына жақтан жауап бойынша метилді біреу таңдауымыз керекпіз. Бұл бізде бірақ вариант, сәйкесінше бізде жауапына В болу керек. Бірақ біз ары қарай айтуымыз керекпіз. Мына жақта қараңдар, вроде бізде CH3, CH2 немесе оның қысқаша белгіленуі C2H5 болады да, бұл бізде этил радикалы сияқты. Бірақ та қышқылдың өзін атаған кезде біз көміртектер санын санаймыз, яғни біреу, екеу, үш көміртек бар. Бұл пропан қышқылының қалдығы. Сәйкесінше сонда бізде жауап болады пропан қышқылының метил эфирі. То есть пропан қышқылының метил эфирі. Жауап бізде В болады. Ары қарай 3-3 диметил бутаналь молекуласындағы екіншілі көміртегі атомының саны дейді. Так, бізге бірінші мына қосылысын өзін жазып алу керек. Қараңдар, бут деп тұр, яғни ол бізде төртеу деген білдіреді. Біз пока 4 көміртек сызып алайық. Бутаналь деп тұр. Бутаналь ол яғни бізде альдегид деген білдіреді, яғни сонда бізде мұнда альдегид орналасу керек. Ары қарай 3-3 диметил дейді. Яғни мынау бізде функционал топ болса, саны осы жақтан басталады. Мына бірінші көміртек, мына екінші көміртек, мына үшінші көміртек, мына 4. Үшінші көміртектен екі бағытта метил топтар берілген, яғни CH3. Қалғаны сутектермен толтырамыз. H2, H3,
байқап отыратын болсаңдар, әрбір көміртекті линиясы төртте болу керек. Мысалы, мына көміртекте 4 линиясы тұр, оған сутек керек емес. Мына көміртекте бір-ақ линиясы тұр, сол үшін біз 3 сутек қойып жатырмық. Мынада 2 линиясы бар, біз оған беріп жатырмық 2 сутек. Мына көміртекте 4 линиясы бар, сәйкесінше оған сутек керек емес. Енді бізге сұрап жатыр, молекуласындағы екіншілік көміртек атомының саны дейді. Екіншілік көміртек дегеніміз не? Бірінші соны қарастыруымыз керекпіз. Екіншілік көміртек ол бізде егерде бір көміртек таңдайтын болсақ, соның айналасына 2 көміртек болу керек. Осындай көміртектерді екіншілік дейміз. Біз бәрін санап көрейік. Біздің жағдайда екіншілік көміртек тек қана мынау ғана сай келеді. Яғни бұл көміртектің айналасында 2 көміртек бар. Яғни екіншілік көміртектер саны 1. Мынаны қарастыратын болсақ, оның айналасында бір-ақ көміртек бар, сол үшін бұл біріншілік көміртек болады. Белгілеп қойып. Мына көміртектің айналасында тоже бір-ақ көміртек бар, сол үшін бұл тоже біріншілік. Мына көміртек тоже біріншілік. Мына көміртек тоже біріншілік болады. Яғни олардың айналасында біреу ғана көміртек бар. Мына көміртектің айналасында біреу, екеу, үшеу, төртеу бар, сәйкесінше бұл бізде төртіншілік көміртек болады. Сонда жауап бізде тек қана біреу ғана екіншілік көміртек бар, ол яғни мынауымыз. И ол Е варианты болады. Үй қабырғаларын әктегенде жүретін реакциялар. Бұны қарастыру үшін бізде үй қабырғасын ақтаған кезде не болады қарастыруымыз керекпіз. Үй қабырғасын ақтау кезінде біз магазиннен сатып аламыз бірінші сөндірілмеген әк деген затты. Яғни оның формуласы кальций О. Осы сөндірілмеген әкке біз қосамыз су. Егер үй ақтағандарың болса, білетін шығарсыңдар, үстіне су қосқан кезде өте күшті реакция жүреді, бізде энергия бөлінуімен. Кейін осы сұйықтықты біз қабырғаға жағамыз да, белгілі бір уақыттан кейін ол кебеді. Кепкен кезде ол жақта реакция жүреді. И сол кепкеннен кейін қолмен соны ұстап көрген болсаңдар, оның кәдімгі тақта жазатын бордан айырмашылығы жоқ. Қатты айырмашылығы жоқ. Ол тоже тура бор сияқты із қалдырады. Яғни біз сондай реакцияларды қарастыруымыз керекпіз. Ең бірінші реакциямыз сай келеді, яғни сөндірілмеген әкке суды қосып, сөндірілген әкті алып жатырмық. И сәйкесінше осы сөндірілген әкті біз барып бір жерге жағуымыз керекпіз, стенаға. Сәйкесінше келесі реакциямыз осымен байланысты болу керек, яғни ол бізде төртінші реакция болады. Мынау реакция жүру мүмкін емес. Үшінші реакция, өйткені мына калий дегеніміз өте активті металл, ол сәйкесінше ондай затты магазиннен сатып алу қиын болады, тура сол сияқты кальцийда да. Оларда магазиннен табу қиын болады, оны сатылмайды ол заттар. И сәйкесінше ондай реакция жүрмейді бізде. Мынау бұл бесінші реакция, бұл бізде бутан, ол бізде газ, мынау бізде пропан, мынау бізде метан. И кішкене қарайтын болсаңдар, бұл реакция вообще дұрыс емес. Яғни сутектер мен көміртектер санын санайтын болсаңдар, ол жақта сәйкес келмейді. 4 көміртек, бірақ мында 12 сутек, мында 10 ғана сутек. Сонда жауап бізде біріншісі, магазин сатып алған порошогымыз су қосып сөндірілген әк аламыз. Потом ол порошогымызды стенаға жаққан кезде ол ауадағы көмірқышқыл газын жұтады да, кальций карбоны пайда болады, ал су буланып кетеді. И вот мынау бордың формуласы. Сонда 1 мен 4, яғни В жауап. Крахмалды тұрмыстық жағдайда қандай көмей сапалық реакция анықтауға болады дейді. Крахмал, бұл теориялық сұрақ, тағы да оны шыққанда керемет бірдеңемен түсіндіру қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Оған мектепте де қарастырған шығарсыңдар, крахмал ол яғни картошканың құрамында кездеседі. Сол картошкаға йодты жағатын болсаңдар, йодтың түсі қызғылттау, картошкаға жаққан кезде оның түсі көкке айналып кетеді. И вот бізде жауап йод ерітіндісімен болады. Қант ерітіндісімен жасай алмайсыңдар, оны прям картошкамен өздерін жасап көрсеңдер болады, мынаның барлығын. Ас содасын қосып көріңдер, картошка қант ерітіндісін қосып көріңдер, сірке суы үйде тоже бар, оны қосып көріңдер, ас тұзының ерітіндісін тоже бар, онымен тоже қосып көрсеңдер болады. Ешқайсымен ештеңе болмайды, тек қана йод ерітіндісі қосқан кезде көк түске айналып кетеді. Пожалуйста, үйде жасасаңдар болады. Кімде осы результат шықты, яғни көк түске боялды, комментарийға жазыңдар астында, и көрейік қанша адамда дұрыс пайда болған осы заттың. Егерде тағы сұрақтарың болатын болса, осы 10 сұраққа байланысты астына комментарийға немесе WhatsApp-қа жазыңдар, WhatsApp нөмірін қойып қоямын, немесе Instagram-ға жазыңыздар. Ал белгілі бір слабый бір тақырыптарың болатын болса, қажетті осы қазақ тілде үйрену керек деген. Ондай болса,
ол тақырыптарды тоже қарастырамыз. Самое главное, жазыңдар, хабарласыңдар. Көмегім тиген болса өте қуанышты боламын. Сау болыңдар.